Осыдан 3 жыл алдын Түркістан десе көз алдыңызға не елестейтін еді? Ал Түркістанда дәл қазір елестету әсте мүмкін емес. Жаңадан салынып жатқан құрылыс нысандарының ішіндегі ең ерекшесі халық арасында бітпей жатып Венеция атауымен танылып кеткен Керуен-сарай базары. Шығыс базар үлгісінде салынған бұл қалашықтың басты ерекшелігі бұнда қайықпен серуендеуге болады. Басты ерекшелік тек қайықта ғана емес, бұнда тастардың өзі күй шырғайтын болады. Қазақстанда ғана емес, орталық Азияда ерекше базар болып таңдандырып жатқан Керуен-сарай ашылмай тұрып та келіп жатқан халықтың қарасы қалың. Түркиялық Символ компаниясы жүргізген бұл құрылыстың жалпы аумағы 188 гектарға созылған. Үндістан мен Иран базарларына ұқсас саябақтар мен субұрқақтар құралған бірегей қала болмақ. Түркістандық Венеция аталған бұл нысанның құны 39 миллиард теңгені құрап отыр. Осыдан бір 4-5 жыл бұрын осы Түркістанда болғанбыз, бірақ бұндай жаңа Керуен-сарай сияқты басқа үлкен зәулімдер соғып жатқан көрмегенбіз. Қазір көріп таңғалып бір шетелге түсіп кеткендей болып жатырмыз. Сол себептен мынау енді Қазақстанда осындай нәрсе соғып жатқанына қуаныштымыз. Енді еліміз көркейіп жатыр. Мынау керемет. Ахмет Яссауи кесенесіне қарама-қарсы орналасқан базар шығыс үлгісінде болғанымен заманауи жабдықталған. Көне мен жаңаны ұштастыра білген сәулетшілердің шеберлігіне қала халқы дән риза. Базар аумағында халық сұранысында жүрген танымал шетелдік дүкендер де өз жұмысына кірісуге дайын. Сәулет өнерінің ерекшелігін айқындай түскен бұл нысан қаладағы жаңашылдықтардың бір үлгісі ғана. Түркі әлемінің астанасына айналған Түркістан түрлене берсін. Бұл басы ғана.